Page number 41. Read the text and mark the sentences. True or false? Say two things you remember from the text. Okay, who wants? Are you ready? Yes. Yes. Smart, please. The first. In Kazakhstan, people do not go to work on Women's Day. Women's Day. Women's Day. True. True. Okay, excellent. Jana, please. On Women's Day, Kazakhstanis only give gifts to their mothers in their family. False. Okay. Ayana. In Canada, people Celebrate. Father's Day one their first Sunday in July. True. True? Not true. False. Okay, next, Ayana. Or Amina. In Canada, some children draw pictures for their dads on Father's Day. True. Okay. Жақсы балалар, үй тапсырмасы толық орындады. Қазір сендерге бағалау жаңағы парағын беремін. Парақ емес, бізде ұлттық нақышта жасалған домбырамыз. Яғни Аяна мысалы жаңа бір сұрағы дұрыс болмады, иә? Яғни ол true деді, нағыз ол жерде false болды, иә? Мына жерден балалар 7-ден бастаймыз, яғни 3-тен бастаймыз. 3-тен төмен қарай 7 тапсырма болады. 3-тен төмен қарай міне өзіміздің балдарымызды санап отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Өз-өзімізге бағалау жасап отырамыз. Қазір тездетіп тапсырайын. Бірінші үй тапсырмасы бойынша өз-өздеріңді бағалап отыра беріңдер. Жаңағы кім үй тапсырмасын дайындады? Бізде тақырыпты ашу үшін біз сіздерге Magic Box дайындап қойдым. Magic Box'тың ішінде әртүрлі заттар орналасқан. Әртүрлі заттар орналасқан. Сол заттардың аттарын ағылшынша атауларын қажет. Do you understand me? Түсіндік, иә барлығымыз? Димаш, please. Қарамаймыз. Okay, what is it? What is it? Pointer. Pointer. Pointer, яғни бұл не бізде? Pointer. Указка, яғни қаярымыз, иә? Белгі бересіз қаярымыз, иә? Мынаны нұсқаулық таяғымыз. Енді, бұны кім бізде қолданады? Ұстаздар қолданады, иә? Ұстаздар қолданады. Excellent. Sit down. Баймырза, please. What is it? Show? Shovel. Бұны кімдер қолданады? Яғни? Археологтар. Бұмен не отырсаңыз біз? Гүл отырсаңыз, иә? Гардинер қолданады екен. Баймырза біліпті. Окей, excellent. Next. Last one, please. What is it? Baker pan. Бұны кім қолданады бізде baker pan'ді? Baker, яғни наубайханашылар не істейді бізге? Нан пісіреді. Өте жақсы. Next. Сымбат. What is it?
жігіттер? Accountant. Аккаунт, кашир, иә? Барлығы қолданылады. Окей, сидан. Так, енді сонымен біздің Magic Box'та нелер шықты? Яғни, иә, мамандықтарға керек құралдар шықты. Иә, сонда біздің тақырыбымыздың аты Professions. Мамандықтар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мамандықтар. Excellent. Okay. Open your book. Page number 45. 45. New words. You can see new words, pictures and the new words. Яғни сендер суреттерді көріп тұрсыңдар, және де жаңа сөздерді көріп тұрмыз. Okay. I am listening, I am reading, you are listening, and repeat after me. Doctor. Police officer. Gardener. Theme park mascot. Accountant. Baker. Pizza delivery boy. Cashier. Okay, excellent. Okay, look at the book. Мұқият кітапқа қараймыз. Яғни сендерде фотографический знание дейді ғой, соны дағдыландырамыз. Бұл жерде сөздерді мұқият қараймыз, қалай жазылып тұр, қалай айтылады, 2-3 рет қайталаймыз, 1 минут уақыт береміз сендерге. Тез қайталаймыз. Қазір әр бала өзі осы сөздерді айтады. Яғни мен тақтаға көрсетемін, ол суретті көрсетемін, сендер маған оны ағылшынша айтуларың қажет. Түсінікті ғой, иә? Ислам, түсінікті ғой? Are you ready? Okay. Close your books. The first туда. Please, Doctor. Okay, doctor, дұрыс, өте жақсы. Сымбат. Police officer. Excellent. Gardener. Okay. Excellent. Бай мырза. Accountant. Okay. Мирас. Бей. Baker. Excellent. Димаш. Okay. Excellent. Cashier. Excellent. Өте жақсы.
жаттығудың қайсысы? B тапсырмасы. B тапсырмасы. Яғни матч біз сәйкестендіруіміз керек. Ең бірінші repeat after me. Мен соңынан қайталаймыз. I look after sick people. I look after sick people. I play and pose for picture with kids. I play and pose for pictures with kids. I protect people. I protect people. I take people's money and give them their change. I take people's money and give them their change. I make bread and cakes. I make bread and cakes. I check financial reports. I check financial reports. I grow flowers and trees. I grow flowers and trees. I take food to people's homes. I take food to people's homes. Окей. Бұл жерде мәтінді оқыдық. Мәтін бойынша біз түсініп тұрмыз, иә? Жаңа сөйлемдер бойынша біз түсініп тұрмыз. Yeah? Look after sick people. Play and pose for picture with kids. Аударма жасамаймыз, бірақ аудармасын біліп отырмыз ба? Аудармасын біліп тұрмыз, иә? Енді қазір сендерге тапсырма. Бұл жерде, яғни жаңа сөздерді өттік. Матч сәйкестендіруіміз керек біз. Яғни look after sick people. Doctor. Play and pose for picture with kids. Осыларды қазір өзіміз орындаймыз. Жазбаша. Exercise 1, page number 45. Жазбаша орындаймыз. Одан кейін тексереміз. Are you ready? Толық мәтінді көшірмейміз, сөйлемді көшірмейміз. Мамандықты ғана. Nazgul, are you ready? Okay. Yes. Okay, Samad, please. Doctor look after sick people. No. Ең бірінші, look after sick people. Сосын жауабын айтамыз, иә? Okay, first, екіншісіне бастайық. Play and pose for picture with kids. With kids. Then part 1.
қалған ұсақ ақша қайтару, яғни сдача қайтару дейді, ұсақ ақшасын қайтару, иә, бұл бізде кассир, иә. Димаш, please. I take first. No. I make bread and cakes. Why I make? I айтпаймыз ғой бұл жерде. Make. Make bread and cakes. Baker. Baker. Translate. Мен Жоқ, мен емес. Нан және де cakes. тәтті тоқаштар Cakes. пісіреді. Ол бізде baker, наубайханашы. Аяна, please. I check financial records. Pizza delivery boy. No. Accountant. Check financial records. Accounted. Зимс. Баймаза? I No, not I. I was grow flowers and trees. Garden. garden. Translate. Ол гүлегеді және де ағаш ой. Ағаш егеді. Бұл не бақташы. Жоқ, бақташы ма бұл? Ой, гүлегеді. Бар? Иә, бақ. Бар. Окей. Ислам? Take. Take photo. Phones. Pizza delivery boy. Pizza delivery boy. Translate. Үйлерге заказдар Тамақ жеткізу. Ол бізде пицца тасыдым. Бала. Окей. Excellent. Өте жақсы. Енді сендермен бір ойын ойнағым кетті. Ойынның аты Who am I? Білеміз иә? Who am I-ды? Who am I? Яғни, мен кіммін ойыны, мынаны қазір суретті қоямын. Ол бала білмейді, өзінің тәжінде не тұрғанын білмейді. Сендер де айтпайсыңдар, тек қана мына сөйлемді ғана қолданып, сол who am I деп қана жауап, who am I дейміз. Сосын ол өзі айтады, who am I дейді, біз мына сөзді ғана қолданып, оған подсказка береміз, иә? The first, бізде Баймырза болсын, иә? Баймырза болсын қазір. Баймырзаға жеңеміз. Ал айтамыз. Who am I? Who am I сұрақ болып тұр. Play and pose for a picture with kids. No. Play and Sing, part. sing Basket. Excellent. Dilda? Айтамыз. Who am I? Make bread and cakes. Baker. Excellent. Islam? Grow flower and trees. Who? Who am I? Grow flowers and trees. Trees. Garden. Gardener. Дұрыс па? Так. Аяна.
Tamam. Amina? You take food to the people's homes. Pizza delivery boy. Ага. Маш? Who am I? Cashier. Okay. Excellent. Өте жақсы. Бағалап отырамыз өздеріңізді. Okay. Look at the blackboard. Тақтаға қараймыз. Тақтада балалар мәтін беріп тұр. Яғни A, B, C 3 мәтін беріп тұр. Мамандық бойынша. Қазір мен бір оқып беремін. Одан кейін өздеріміз оқимыз, аудармаймыз, сұрақ қоя отырып, сендер жауап берулерің қажет маған. Түсінікті ғой да? I've got an uncle. His name is Pete. He's tall and slim and he's got dark hair. He works at a hospital. He looks after sick people. He goes to work 5 days a week. He comes home from work at 6:30. He likes reading books. In the evening, I love my uncle. He is very friendly and kind. He is a doctor. B. I have got a best friend. My best friend's name is Olga. He's a very clever. She works at school. She loves pupils and work very hardly. She come back from school at 5 p.m. She likes watching films in the evening. She's a teacher. I have got a brother. His name is Mark. He's very smart and active. He studies at a university, but sometimes he takes food to people's house in his free time. He's a pizza delivery boy. He likes playing football with his friends at the weekend. Next. Енді қазір сендерге сұрақтар қоям. Осы мәтін бойынша, бірінші мәтін бойынша қоям. Сол мәтін бойынша мына жерден тауып алып, тез маған менің жауап береміз. What's his name? Pete. Қолдарымызды көтереміз. What does he look like? Баймырза? Look like. Мәтінге қараймыз, мәтінге. Баймырза, мәтінге қарап айтамыз. Жанайым? He likes reading books in the No. He's tall and Here. Where does he work? Where does he work? He works at hospital. He goes to work 5 days a week. What does he do? Who? Қандай жұмыс жасайды? Жоқ, не істейді? He looks after sick people. Okay, excellent. How many days does he work? Amina? He goes to work 5 days a week. What does he like doing in the evening? Kishke. This one? He goes home from work at 6:30. No. Dilda? He likes reading books in the evening. Excellent. Who is he? He's a doctor. Excellent. Так, екінші мәтін бойынша Баймырза, Аяна қосыламыз. Do you have a friend? No. Do you have a friend? Yes, I have got a best friend. What is her name?
questions? He is a very boy. Okay, excellent. Так, енді тез-тезден қазір маған мәтін бойынша ең бірінші балалардың his names аты жөндері, appearance, work, their job, hobby. Олардың жұмысы, немен айналысады, яғни не жұмыс істейді, адамдарға қарайды ма, workқа, адамдарға қарайды ма, мұғалім ба, оқытады ма, соны, одан кейін workқа нені жазамыз, жұмыс орнын, яғни ол мұғалім ба, мұғалім ба, жаңағы delivery. Мұғалім орынға қай жерде жұмыс істейтінін жазамыз, әлде жұмысын Ең бірінші their names аты жөндері, одан кейін оның жаңағы қандай екенін, яғни түрі, келбеті, ақылдылығы, соны жазасыңдар. Екінші жұмысы, work, немен айналысады ол, немен айналысатынын жазасыңдар. Одан кейін their job, мамандығын жазасыңдар. Үшіншісі хобби, яғни кешкілік ол кітап оқыған, ұнатады, неткен. Тез-тез мәтінге қарап. Мына жерде пит деп атын жазамыз бірінші. Одан кейін tall and slim жазамыз. Одан кейін ол не болып жұмыс істейді, адамдарға he looks after sick people жазамыз. Науқас адамдарға қарайды. Ол доктор және хобби, кешке кітап оқығанды ұнатады, соны жазамыз. Are you ready? Кім болды? Біріншісінде read book, watch films, екіншісінде, яғни хобби, жатады ғой барлығы. Play football, хобби, үшіншісінде. Are you ready? Самат, are you ready? Be quick. Тездетеміз, балалар. Біріншісін Амина бастай берсін. Амина біріншісін оқып береді. Their names, appearance, tall and slim and dark hair. Work, he looks after sick people.
She loves people, send her work very hardly. She is a teacher. Okay? Үшіншісіне. Үшті. Амина болдық па? Жанайым? Ага, үшті айта берші. Жанайым? Үшіншісіз. Name? Name Mark. Yes. Smart. Uh-huh. Work. He takes food to people. Uh-huh. Their job pizza delivery. Uh-huh. Hobby likes playing football. Uh-huh. Likes. Okay, excellent. Who wants? Тағы кім айтады? Біріншісін. Ольганы кім айтып береді маған? Ага, Ділда. She is very clever. She works at school. She is teacher. She likes watching films in the evening. Okay, excellent. Так, жақсы. Қағаздарымызды шетке қоя тұрайық. Қазір үй тапсырмасынан бұрын, қазір сендердің алдарында мұны 3 кілт жатыр. 3 кілт. Яғни colors green, red, yellow. Яғни мына жерде 3 есікті көріп тұрмыз, я? I can do this, I'm getting there, I need help. Яғни бүгінгі сабақ бойынша түсіндім, орташа өз-өзіме ештеңе ала алмадым деген ұғыммен мына кілттерді алып неге мына ілгешекке ілеміз. Түсінікті ғой, я? Қазір тез-тез іліп жүрейік осыны. Тез-тез қай кілт бойынша 3 кілтті алыңдар да тез-тез ілеміз. Ислам. Тез шығамыз. Біреуін ғана ілеміз, біреуін ғана ілеміз. Байлықса тез-тез. Аяна. Баш. Окей, excellent. Қазір бағалауды, өздерінің бағалауды түсіні ғой, я? Мына жерге домбыраның астына өз аттарымызды жаза береміз. Өз атымызды жазамыз. Одан бұрын үйге тапсырма, home task. Аты жөнімізді жаздық, я? Аты жөнімізді жаздық. Енді Жанайым, неше бал тұр сенде? 9 бал. 7, 10, 10, 9, 9, 9, 9 болды ма? Аяна сенікі? Бірнеше қате болды, Аянада бірнеше қате болды? 9. Барлығымыз 9-10 балмен алыппыз, бүгінгі бағалауды өте жақсы. Өз бағаларың өздеріңе ұнап отыр ма? Жақсы. Енді қазір үйге тапсырма сендерге. Жаңағы мәтін бойынша өздерің үйде жоба жасап кел. Project work, жоба жасайсыңдар. Жоба сендерде. Яғни бұл жерге өздеріңнің аналарың, әкелерің, немесе аға әпкелеріңнің суретін жабыстырып ілеміз. Одан кейін name аты жөні, work, appearance, hobby, job. Жаңағы алдыңғы тапсырмадағындай, тура сондай өзгешелік фотосын іліп алып келеміз келесі сабаққа. Do you understand me? Түсінікті ма? Қазір таратып жіберемін. Кітаптарыңның арастарына